Оралда бекіре тұқымдас балықтарды өсіруге арналған кешен базасында ірі зауыттың құрылысы басталмақ. Тәжірибелік өнеркәсіптік жобаны қаржыландыруға инвесторда табылып отыр. Оралға сапармен барған қоршаған орта және су ресурстары министрі Нұрлан Қапаров агротехникалық университет аумағында орналасқан аква кешенді аралап көрді. Министрдің айтуынша, бұл балық шаруашылығын жаңаша бағытта өрістетуге бағытталған Қазақстандағы алғашқы инновациялық жоба. Кеше осыдан 6 жыл бұрын Парасат ғылыми-техникалық холдингінің бастамасымен ашылған еді. Ғалымдар бекіре тұқымдас балықтарды осындай жасанды жолмен көбейтудің инновациялық жобасын жасақтап шығарған. Әзірге кешеннің қуаты жылына 65 тонна тауарлы бекіре еті мен 8 тонна уылдырық өндіруге және Жайық өзеніне 2 миллион дана шабақ жіберуге қауқарлы. Жұмыстың барлық сатысында су мен қуат көздерін үнемдеу жағы ескерілген. Министр өз кезегінде мұның жасыл экономика талаптарына да толық жауап беретін бірегей технология екендігін ерекше атап өтті. Можно строить энергоэффективные дома, например. Мысалы, энергия қуатын үнемдеуге мүмкіндік беретін тұрғын үйлер салуға болады. Кейін ондай үйдің тұрғындары экспоның арқасында осындай пайдалы баспананың кілтін алып тұрғанын білетін болады. Сонымен қатар қатты тұрмыстық қалдықтарды өңдейтін зауыт неге салмасқа. Олай болған күнде қала тұрғындары осы тазалықтың сақталуына да экспоның әсері бар екендігін ескеріп жүретін болады. Үкімет мұндай идеяларды әркез қолдауға дайын. Біз өзіміздің ауыл шаруашылық тауарлары мен Батыс Қазақстанда бұл экологиялық таза мал өнімдері, егістіктен бақша өнімдері, соны экспо өтетін кезде Астана қаласына қою жөнінде жоспарымыз бар.